Так, мына киноның кітабын таптым да. Мына кино. Кім көргелер бар? Так, мына Просто Мария деген. Так, қазір мына кітаптың қазір нешінші жылға шыққан айтамын сізге қазір. 1994 жыл шыққан екен. Қарата. Мына кітап 1994 жыл шыққан екен. Так. Нараш. 93-те не қылған? 250 мың тираж шыққан екен да. Москва. Осы кино деп адамдар. Қарата білесің ба? Не бір адамдар неден қалып қойды ғой, жұмысларынан кешігіп. Өзі бір том кітапта, бірақ неше серия бар? Бір жыл бердім осы кітапта. Өзі бір том екен кітапта. Өзі бір кітап екен. Осы кітапты ойлап қалдым, өзі томы көп шығар деп не. Өзі бір томлық кітап екен. Оказывается, сол бір томлық кітапты неше ай көрдіңдер. Солда зарубежный кинороман «Просто Мария». По мотивам телесериал дейді. Кішкентай кезімізде есімізде бар ана. Ажапыламыз ауқатты ұмытып кетіп. Одан мал сауды ұмытып кетіп. Қазанды ұмытып кетіп. Сондағы өзі бір кітап екен да, бір кітапты неше минутта бөліп шығарды екен сонда. Форофильм. Тап осы ғой форофильм. Қазір Инстаграмнан ютубтан іздеп қарасақ, именно осы. Неше адам рөлге ойнаған екен, жазылмаған екен. 67 неден тұр. 543 бет екен. 543 бетті, 543 серия қылғанда болды ғой, 543 бетті, 543 серия қылған. Болмаса 67-ні 3-ке көбейткен ба, не қылған? Неше серия болып кетті? Аға, сіз ядыңызда ғой енді? Біз өзі кішкентаймыз ғой енді. Біз өзі кішкентаймыз. Бірақ енді есімізді енді қалай айтсақ болады. Танылғандар бар ма? Морена Клара басқа, я? Осы ма, я? Морена Клара басқа, я? Мария деген ба? Просто Мария. Просто Мария. Мынаның аты кім? Білетілер бар ма? Ататын жері. Әйтеуір осы кино әйтеуір қазір кинолардан жақсы әйтеуір. Бәрінің есінде қалды.